шын мәнісінде жастар үшін имканиятлар елі деп айтсақ, асыра айтқан болмаймыз. Оның айқын мысалы спатында жастарға хам білім, хам кәсіп өнер үйренетін орын спатында қалыптаскен Қаллыкөл районы техникумын атап өтсек арзиды. Ассалаумалейкум, Медиа каналының азизі класспентлері, сіздерменен біргелікте имканиятлар академиясы жойбары қанегелікке бірінші қадем рубрикасында баслаушымыз Нұржамал Базарбаева. Бізден ұзақласпан Қаллыкөл районы техникумының жастарға білім хамды кәсіп өнер үйрету бойынша алып барып отырған жұмыслары менен жақыннан таныстырамыз. Ассалаумалейкум, өзіңізді таныстырсаңыз. Ассалаумалейкум, мен Сәрсенбаев Аллаберген Сапарбайұлы Қаллыкөл районы техникумында 2023 жылдан бері жұмыс істеп келемін. Жол харекет қағидалары пәнінің оқытушысы болып. Қаллыкөл районы техникумында неше оқушы бар, жастар білім менен қоса қандай кәсіп сырларын үйренбекте? Қазіргі күнде техникумымызда 8 қанегелік бойынша 484 оқушы өз білімдерін алып келмекте. Бұл қанегеліктеріміз автомобильдерді оңлау һәм оларға қызмет көрсету, тракторшы, машинист, мелиорация техникасы операторы, тігуші қанегеліктеріміз бойынша 484 оқушы білім алып келмекте. Және біздердің техникумымызда қазіргі күнде дуал тәлім дәстүрі шөкілместірілген. Бұл бойынша біздерде 3 қанегелік оқытылып жатырды. 65 оқушы қазіргі күнде білім алып келмекте. Аллаберген Сәрсенбаев, жастарға өнер һәм білім алудың бір орында болуының абзалдықтарын айтып берсеңіз. Өнер һәм білім алу қазіргі заман талабы болып есептелінеді. Қазір біздердің техникумымызда тек қана білім алып қоймастан өзінің кәсібін иелеп, бұл жерде үйренген білімдерін әмелде кеңінен қолдап келмекте. Өзімізді бітіріп шыққан оқушыларымыз қазір сырт ел мемлекетлерінде өзімізде жақсы жерлерде жұмыс істеп келмекте. Ажайып, сәубет үшін рахмет. Рахмет, сау болыңыз. Бұл орын техникумның автокөліклерге техник қызмет көрсету оқу ұстаханасы болып, бұл жерде жастар автомобильлерге техник қызмет көрсету һәмде олардың ауысық бөліклерін алмастыру бойынша кәсіп өнер сырларын үйренеді. Басламалары өзлерінің талпыныстары менен харекет етіп атырған қызларымызды көріп, хауесіміз келеді. Мемлекетімізде жастарға деген бары күшлі. Олар әрдайым барша имканиятлардан пайдалану имканиятына ие. Яғни, қазірде біздің кәсіп өнер мектебімізде тігушілік қанегелігі бар болып, 10 тігу машинасы, аверло машинасы, ғалық һәм ыстылық үскенелері һәмде столлар менен тәмінленген. Қабілетлі жастарымыз барша имканиятлардан пайдаланған халда өз белсенділігі менен таңлауларға қатынасып, жоғары нәтижелерді көрсетпекте. Қаллыкөл район техникумы істеп шығару тәлім ұстасы Қалмұратова Роза боламын. Бұл жерде мен қыздарымызға тігушілік сырларын үйретіп келмектемен. Соның менен бірлікте мемлекет тарапынан берген шикі өнімнен үнемді пайдаланған халда техникумымызда 19 қызымыз күндізгі тәлім оқуында оқып келмекте. Қазіргі уақытта дуал тәлім бойынша 17 қызымыз білім алмақта. Арнаулы пән оқытушысы Аллаберген Баширым боламын. Мен бұл жерде компьютер архитектурасы, офис үскенелеріне техникалық қызмет көрсету пәнінен әмелі сабақ беремен оқушыларға. Біздердің бұл сабағымыз бірінші басқыш оқушыларына, яғни бірінші курс оқушыларына өтілетін сабақ болып есептелінеді. Яғни бұл сабақта біздер
компьютердің архитектурасы, яғни дүзілісі, бұлардың қалай істенуі, бұлардың ішкі құрылмалары, құрылмалардың атқаратын қызметлері, вазипалары, олардың жайласу структуралары бойынша мен әмеле сабақта үйретіп барамын. Яғни бұл жерде біздерге тек арнан осы сабағымызда біздерге қамаша материалдар беріледі. Яғни қамаша материалдарын біздер мемлекеттен алып, оқушыларға әмеле сабақ барысында үйретіп барамыз. Біздер әмеле сабақта, яғни қамаша материалын біздер принтер құрылмасына, одан кейін термопленка, термопаста, қамаша материалдарын алып, соны әмеле сабақ барысында оқушыларға әмеле үйретіп барамыз. Емнат Нұрбек, Қамлық район техникумы өтуші қанегелігі істеп шығару тәлім ұстасыман. Әзірде өтуші қанегелігінде 25 оқушы тәлім алмақта. Бұлардан теканның әмелі сабақларында сол Қамлық районы өтуші бөлімшесімен біргелікте әмелі сабақлар алып барылмақта. Қанегеліктің текарғы мақсат жастарымызды аяқ жағдайларда әрекет етуін әмде рухи жақтан отансүйгіштік тарапынан тәрбиелеу болып есептелінеді. куәсі болғаныңыздайын, білім алу, жауапкершілік, жаңалану, дуал тәлім бұлардың бәршесі ең жоғары нәтижелерге ерісудің жақсы жолы есептелінеді. Бұл жерде тек қана диплом алу үшін емес, бәлкім бір кәсіптің маманы болуды қалаушы ынталы оқушылар тәлім алмақта. Комедия каналының кейінгі жойбарлары сіздің жұмыс орныңыздан таярлануы мүмкін. Солай екен, бізден ұзақласпаң, каналымызға ағза болуды ұмытпаң. Қош сау, саламат болаң.